Хан жайлаған Ұлытау бұл киелі мекен тарих қатпарларының біразына куә. Тау мен тас тұнға мұра десе болады. Көненің көзі болған керемет мекен талай туындыға арқау болуда. Фотосуретші Дмитрий Ругис жеке көрмесінде осы бір жақыт жерге тіл бітіргендей. Онлайн көрме турасында. Қазақ жұртының жылдар бойға азабы мен қуанышына куә тарихи мекен Ұлытау. Дәл осы жерден талай хандар сөз бастап, талай батыр қол бастағанды. Қазіргі таңда бұл мекеннің сыры енді ғана ашылғандай. Сол жұмбақты жария етіп ел назарына ұсынуға құштар жандардың бірі Дмитрий Ругис. Саран қаласында туып өскен фотограф шығармашылық жолын Теміртау қаласындағы Сплав фотоклубынан бастаған. Поэтому мы этой выставкой хотели... Біз осы арқылы балаларға тарихты үйреткіміз келеді. Сонымен қатар қазіргі таңда ол жерге туристер аз барады. Соған байланысты түрлі жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Мәселен, Ұлытаудың өз басында және Жошы ханның мазарының басында тұрақты келушілерге арналған орталық ашылуда. Жалпы Қазақстан бойынша туризм мәселесі ақсап тұрғаны бәріне мәлім. Осыған байланысты түрлі қорықтар мен табиғаты аса көркем жерлерде тұрақты тұрғын үйлер салына бастады. Солардың бірі Ұлытау ұлттық тарихи мәдени және табиғи қорық мұражайы. Ол 1990 жылы құрылған болатын. Жалпы республикада мұндай негіздегі қорық саны 12. Алайда аумақ бойынша Ұлытау бірінші орында тұр. Өзіміздің арамызда ғана емес, жергілікті емес, облыстық ғана емес, республикадан тыс, мысалға, дүниежүзілік көрмелерге қатысып, Лондонда, мысалы, Барселонада, Жапонияда көптеген жаңағы халықаралық көрмелерге қатысып, бұның бәрі не үшін? Бұның бәрі Ұлытауды дүниежүзіне таныту. Осы мәселеде. Содан кейін мына сапар орталығын салды жатырмыз. Құдай қаласа жақында кіреміз. Бұл сапар орталығы туристерді тартатын бірден бір үлкен орталық. Дәл осы тұста көрменің ерекшелігі айрықша байқалады. Себебі осындай сурет көрмелері арқылы кейінгі ұрпақ туған жерінің географиясын меңгере алады. Онлайн форматта өткен бұл көрмеге тек Дмитрий Ругистің фотосуреттері қойылған. Ақсәуле Селхан, Шалқар Алтынбек, Николай Шевелев, 5-ші арна.